Біздерге бар ғой, бір отбасы бар, 3 баласын тастап кетеді, сенбі күн сайын міндетті түрде тапсырады кітапханашыларға. Оқысын, оқымасын, осы жерде отыру керек, осы жерде уақыт өткізу керек деп. Қолдарына жаңағы бір жейтін тамақтарын салып береді, үшеуін есікті жабады да кетіп қалады ата-аналар. Балаларыңызды қай жерге тастарыңызды білмесеңіз, сенбі күндері кітапханаға келіңіздер. Біз ары қарай біз өзіміз айналсамыз, ары қарай біз сол баланың оқу қабілетін ашамыз. Оқу залы кітапхананың жаңа айтып кеткендей 5-ші балалар кітапханасының Шәкәрім Құдайберді көшесінде орналасқан кітапхананың оқу залы. Өздеріңіз көргендей қараңыздар, бұл кітап көрмесі рухани мұра, ұлттық құндылық, ұлы игілік деген кітап көрмесін өзіміздің оқырмандарымызға дайындап осы жерге қойғанымыз бар. Сіз балаңызды әкеліңіз. Ары қарай біз өзіміз сол баламен жұмыс жасаймыз. Неге десеңіз, біз кітапханашылар бір жағынан бір психолог сияқтырмыз дағы. Біздің де өзіміздің бір ерекше нелеріміз бар. Сұрақ арқылы баламен байланысқа шығамыз бірінші баламен. Жаңа айтып кеттім ғой, баланың бірінші несін біліп аламыз деп, қалай не деп. Бізге әкеліп, бізге сөйлескеннен кейін сол бірінші бір кітапты ұсынамыз. Мүмкін сол кітапты оқығысы етін, мүмкін ол космонавт болғысы келетін шығар. Сосын мен космонавт болғым келді. Ал космонавт болғым келсе, онда космос туралы мен сізге кітапты қазір таңдап берейін. Ал енді тырысайық сол кітапты оқуға деп. Сосын балалардың көбі мысалға мультик көреді ғой, или кино көреді. Фильмдерді жақсы көреді, үйлерінен мысалы. Сол біздің кітапханашылар олармен сөйлескен кезде, олардың бір оқу қабілетін ашатын кезде сұрайды. Сіз кино көрдіңіз балалар, ертекті көріп жатсыз. Ал енді соны оқып көрейікші, басқа әсер аларсыздар мүмкін деп, сол бағытта жұмыс жасап бастайды. Өзімнің де балдарым жақсы кітапқа деген құмар болды, кітапты жақсы оқыды, жақсы білім алды, шетелден де оқып келді, барлығы тегін оқуға тырысты. Біздің кітапханашылардың бір жақсы айта кететін бір жерде өзіміздің фишкамыз ба, кітапхана айлығымыз аз болса да, көз тимесін, айлық аз болса да, қызмет жасап жатқан кітапханашылардың отбасылары өте жақсы. Тәрбиелеген балалары қандай керемет. Өзім енді мұнан кейін басшы болғаннан кейін әр кітапханашының отбасылық жағдайын көбін білем ғой. Көптеген балалары обязательно грантқа түседі. Көптеген жобаларды етіп алады, жеңіп алады. Алла тағала қалай қарастырған деймін дағы. Жалақымыз аз болса да, балаларымызды жақсы тәрбиелеп отырмыз. Балаларымыз қандай болашаққа жақсы азаматтарды біз дайындап жатырмыз. Оқырмандар емес, өзіміздің балаларымызды тәрбиелеп, осы балаларымыз арқылы біз қоғамға жақсы азаматтарды тәрбиелеп, келешегімізді ойлап отырмыз. Кітапханаларға бірінші барудың алдында осы жерге келеді. Барлық кітаптар, берілген қаражатқа алған кітаптардың бәрі бірінші осы бөлімге келеді. Мінекей, көріп тұрсыз ғой, қандай кітаптар бар. Мінекей. Осылай мен келемде қызығам. Ой, осы жерде бәрін оқығым келеді да, қыздар. Ой, мысалға, Бердібек Соқпақбаев балалық шаққа саяхат оқығым келеді. Қазір мынау Гауһартас. Нағыз қазір не болып жатыр білесіз өзіңіз, халық жаппай оқып жатыр. Мынау Джен Кехо психологтың кітабы. Сандық, иә. Осы сандық кітапты қалай оқымайсың? Оқисың. Балалар олар міндетті түрде оқиды ғой. Бірінші сандық. Наурыз туралы қараңызшы, балаларға ішінде ойындары бар. Пазлдары бар, пазл. Осыны жинап. Мінекей мынандай неге? Әдемі. Осындай барлық балалар кітапханасына мынандай сандық кітаптар барады. Баланы оқыту үшін барын жасалып жатыр. Бәрін жасап жатыр. Мынандай дүниелерге енді кітапханалардың қараңыз мінекей. Әдемі. Қыздардың өздері де қызығып отырады. Мен келгенде айтады, осыны қараңызшы деп. Қиял ғажайып ертегілер қараңызшы балаларға қандай. Керемет. Турцияда білесіз ба, 0-3 жас тобы бар кітапханада. Бұлай жазылып тұр, 0-3 жасқа дейін. Бізде биыл соны
ашамыз деп бір бөлімді дайындап қойдық, бірақ енді ол жерге 0-1 жас келіп жатқан жоқ, но 2-3 жастар келіп жатыр уже ата-аналармен. Бір рет айдың соңғы күні бізде тазалық күні болады. Сол тазалық күні біздер де сол кітаптарды тазалаймыз. Көп пайдаланған мынандай кітап тазалайтын бізде дүниеміз бар. Осындай, осыны қосамыз. Ішінде жаңағы нелері бар. Тазалайтын жаңағы светпен ба, немен тазалайды. Бір сізге видеосын жіберейін, қалай түсірген кезде неткенімізді де осыған салып, көп пайдаланатын, көп тұрып қалған кітаптарды енді күнделіктің. Бұл деген абонемент дейді. Біздің өзіміздің мамандығымыз бойынша негізгі кітапхананы ашқан кезде, құрған кезде 2 міндетті түрде бөлім болу керек. Ол жаңағы оқу залы және абонемент деп айтамыз. Бұл жердегі кітаптарды үйге алуға болады. Үйге алуға болады, үйде 10 күнге кітап оқуға мүмкіндік береміз. Сосын үйге оқып болғаннан кейін міндетті түрде тапсырады. Мынау абонемент үйге берілетін кітаптар. Жаңа сіз оқу залында болдық, бұл жерде құнды кітаптар, бір данадан шыққан кітаптар, сондықтан ол қолға берілмейді, тек сол залда оқып пайдалануға болады. Бұл жерде біздің мамандығымыз бойынша, әр алфавит бойынша орналасады кітаптар, көріп тұрсыз ғой, мінекей. Бұл енді бәрі ойлайтын шығар, осы кітапханада не жаңағы кітаптардың бәрі тек тізіліп тұрады деп. Жоқ, бізде библиографическая деген классификация бойынша, алфавитный не бойынша реттеліп тұрады. Кітапханашыға да ыңғайлы, жеңіл, өзі біледі, қай жерде қандай кітап бар екенін тез тауып береді. Және де біздің жаңағы айтып кеткен классификация бойынша әрбір бөлімнің салалық әдебиеттер, мысалға көріп тұрсыз ғой, мынау тарих 63-ші бөлім, Қазақстан тарихы, мынау жаңағы 26-шы жер туралы, мысалға сізге жер туралы ақпарат керек. Кітапханашы барады да, екінші нені ашады да, тез мына жерден сіздерге тауып береді. Оны білмей кітапханашы болмаса, ол тауып бере алмайды кез келген адамдар. Сондықтан бұл жерде де кішкене бір тек қана мамандар тауып бере алады, тез сұраған әдебиеттерді. Жаңа айтып кеттім ғой, осы 3 жылдың ішінде біздің кітап қорын толтыруға жақсы қаражаттар бөлініп жатыр. Сондай-ақ сол шығып жатқан кітаптарды уақытымен алуға тырысамыз. Қазақ әдебиетінің майталмандары, жазушылардың бүкіл барлықтарының шыққан кітапты енді уақытымен алуға тырысамыз. Мына жерде мінекей көріп тұрсыз, өзіміздің қазақ әдебиеті, мына жақта орыс әдебиеті. Орыс әдебиетіне де сұраныстар бар, мінекей. Пушкин, Горький, оларсыз да енді Куприн дейді, оны да сұрап жатады, олар да енді классик жазушылар ғой. Өзіміздің де жаңағы қазақ әдебиетінің Абайдан бастап жаңа айттым ғой, Шәкәрім деп, Мұхтар Әуезов деп, Ғабит Мүсірепов, барлық кітап жазушыларымыздың кітаптарына үлкен сұраныс бар. Негізгі қазіргі жастар кейде келіп жаңағы сұрайды ғой, Жүсіпбек Аймауытовтың кітабы бар ма деп, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың кітаптары бар ма деп, осы классиктарымызға қайттан бет бұрып жатқан сияқты жастарымыз жақсы оқып жатыр. Оған бізден әрине қуанамыз, және де шетел әдебиетінде де жақсы оқиды. Бұл жерде біз тек қана балалар емес, бұл жерде жастарды да қабылдаймыз, мүмкіндік береміз жастарға да кітап оқуға. Сондықтан келіңіздер, кітап оқыңыздар деп шақырғым келеді. Енді өзі бір ерекше мамандық қой, кітапханашы да айта кетейін. Өзім соны таңдадым, өзім соған қуана әлі де болса қызмет жасап келе жатырмын. Мынау да жаңа кітаптар деп, ай сайын келген кітаптарды бөлек шығарып қойып, оқырмандарымызға таныстырамыз. Мінекей көріп тұрсыз да, келген Мұстафа Шоқай, Әнуар Әлімжанов, кілең жақсы кітаптар. Спандияр Көбеевтің қалың малын алып менде өзім оққанмын. Әзілхан Нұршайықовтың кітабына да өте сұраныс көп. Мәңгілік махаббат жыры. Мен Спандияр Көбеевтің қалың мал кітабын оқып шықтым. Тек бір күнге үйге алдым да кешке. Оқып шықтым. Неге десеңіз, бұл кітап, бұл енді біздің
қазақ ежелгі тарихта ұлт дәстүр қалың мал деген қазір көптеген жас отбасын құрғанда жалпы ата-аналарға өзіміздің аналарымыз, аталарымыз сақталып қалды ғой, сол дәстүрді. Қалың мал деген бір дәстүр бар ғой, бірақ оны қазір басқаша атап отыр ғой, той мал, ана сүті, солай деп. Мен Спандияр Көбеевтің кітабын оқыдым, қалың малды оқыдым да, соны ойладым, неге осы дәстүр бізге келді, қайдан келді, не себептен келді, не үшін беру керек қалың малды мысалға қыз балаға. Осы кітапты оқыдым да, өзіме қойған сұрақтарға жауап алдым. Ол мен айтпай-ақ қойған, бұл кітапты оқу керек. Сонда ғана түсінесіздер. Сондықтан мен ойлаймын, мамандық әрине жалақысы өте төмен мамандық. Көп жас мамандарды қазіргі таңда дайындайтын жоғары оқу орындары аз, өкінішке орай. Қазақстан бойынша неге десеңіз, сұраныс болмай жатқаннан кейін болғанның ішінен бір-екеуі жабылды. Неге таңдамайды? Олар енді қазіргі жастар қалай ойлайды? Жастарға қазір жақсы өмір сүру үшін жақсы қаражат керек, оны да айту керек. Қазіргі мынандай заманда барлығы жаңағы қымбат кезде деген айтуға болады. Сол кезде жастар әрине өскісі келеді, оқығысы келеді, білім алғысы келеді, бірақ сол алған білімі өзінің бір жақсы жетістіктерге жеткізгенін аңсайды. Сондықтан ол енді қаражатқа да байланысты ғой. Сондықтан олар бұл жерге келіп табыс табам деп келмейді. Негізгі бұл мамандыққа бір өзінің бір махаббатымен келу керек. Ұнау керек осы мамандық. Мен осы жерде жұмыс жасаймын. Бұл жерде жалақысы аз болса да, бұл жерден мен жақсы рух алам, бай болам деп, рухани бай болам деп сөйтіп келеді ғой. Тек қана осындай бағытпен келген қызметкерлер тұрақты көп жылдары жұмыс жасайды. Біздің кітапханада бір жастағы балаларды да қабылдаймыз. Ата-анасымен келсе, өзінің баланың бір жастан, кейде бала уже оқуға дайын бала бір жастан көрініп тұрады. Сондықтан тыңдап, соны өзі жаңағы қызығушылық білдіріп, суреттеріне қарап, бірақ енді бір жаста болғаннан кейін ол мамасымен келеді. Сіздер коляскамен келетін ата-аналар бар біздің. Көп балалы ана келеді коляскасымен. Осы жаңа туған баласымен коляскаға қояды да, жаңа 1-2 жастағы баласына етіп келеді. Соның барлығына да біз көңіл назар аударамыз. Сонда мысалы кітапханада енді тыныш отыру керек деген мысалы. Қазір ондай жоқ. Қазір тыныш орын, тыныш жерде бар. Шулайтын енді қатты. Осы мына Тентек балақайдың күнделігі дегенге кітапханада өте сұраныс үлкен. Мен өткенде Бөкейхан кітапханасына барғанда, жаңағы бір данадан болғаннан кейін мынаған жаңа сұраныс көп. Сіздер неше данадан бересіздер? Керемет, енді керемет жаңа түскен кітаптар, енді барлығында прям оқығың келеді, хабар болғың келеді. Енді түсіп жатыр мына кітаптар. Сондықтан жаңағы айтады ғой, ұлттың баға жетпес байлығы кітап. Сол кітап әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін барлығын көріп, таныстыруға тырыстым. Негізгі енді кітап әлемі ол ерекше әлем. Кітап оқитын адамдар да өзі бір сондай өмірге деген көзқарастары да ерекше, патриоттық сезімдері дамыған, болайыншы, жақсы болайын, өсейін әрі қарай деп дамайын деген адамдардың бәрі кітап оқиды. Бәріміз жаппай кітап оқысақ, жақсы ұлт оқитын ұлт боламыз. Сондықтан баршаңызды кітап оқуға шақырамын. Кітаппен бірге болайық. Рахмет.